YouTube каналдағы аудиторияны қалай таңдаймыз? YouTube каналдың біздің көрермендеріміз қандай деген сұраққа қалай жауап берер едіңіздер? Соған нақты тап қазір комментарийға өздеріңіздің аудиторияларыңызды жазып кетіңіздер. Сосын қазіргі менің айтқандарым бойынша алдағы уақытта жұмыс істесеңіздер, өздеріңіздің жеткен нәтижелеріңізді байқайсыздар деп сенемін. Ендеше кеттік. Біздің аудиториямыз қандай және де оларды қалай таңдаймыз? Біздің аудиториямыз қандай деп сұрақ қояды. Және де аудиторияны қалай таңдау керек? Немесе менің аудиториямда қандай екенін қайдан білемін деген сұрақтар көп кездеседі. Жеке маған жазып жаңағыдай сұрап жатады. Сондықтан аудиторияға қатысты бір видео түсірейін деп шештім. Ал ендеше кеттік. Аудитория таңдау дегеніміз не? Яғни аудиторияны біз өзіміз таңдаймыз ба? Біз өзіміз таңдаймыз. Өйткені біздің түсіретін тақырыптарымыз ол біздің аудиториямызды жинап және де сұрыптап береді. Егер менің каналымда жаңағыдай эмоциялар немесе тағы да басқа бір жанрдағы видеолар болатын болса, ойын жанры дейік мысалға да, стримерлар бар ғой неше түрлі. Сол сияқты видеолар болатын болса, онда мені қарайтын адамдар, яғни тап сондай стримерлар, яғни компьютер ойнайтын, компьютер ойындарымен жаңағыдай бас айналып кеткен жас жігіттер деп айтсақ болады. Енді қараңыздар, егер сіз өзіңіздің аудиторияңызды бір портретке сипаттасаңыз, және де сол портретке өзіңіз нақты қандай кейіпкердің не істейтіні, қай жерде жұмыс істейді, немесе оқиды, қандай киімдер киеді, өмір сүру салты қандай, қай жерде демалады, қандай ойындар ойнайды, қандай қызығушылықтары бар, тағы да басқа осындай бүткіл сұрақтарға жауап беру керексіздер. Ең бірінші оның жасы, одан кейін жынысы, және де оның айналысатын қызығушылықтары, негізгі жұмысы деген сияқты бір портретті құрастырып алу керек. Мысалға, мынау жалғас. Жалғас. Ол жалғас неге қызығады? Жалғас YouTube'қа қызығады. Яғни YouTube'тың дамуына, YouTube'тың қыр-сырына, жаңадан шығып жатқан технологияларына, басқа да блогерлардың қандай методтарды қолданып жатқандығына қызығады. Және де ол сондай видеоларды қарайды. Мысалға, ол бір қысқа ғана картина. Ал егер өзіңіздің аудиторияңызды нақты сұрыптап алсаңыз, мынандай бір список жазып қоясыздар. Яғни оның жынысы, жасы, неме айналысады, не жұмыс жасайды, қандай сусын ішеді, қандай кино қарайды, қай жерде қыдырады, қай әншіні тыңдайды, сосын тағы да қандай качествода киімдер киінеді, қай жерден киінеді, тағы да қай қалада тұрады деген сияқты әртүрлі өздеріңіздің критерияларыңызды бір портретті құрастырасыздар. Және де сол портретке сай видеоларыңызды түсіресіздер. Ол не? Ол қалай түсіріледі? Енді қараңыздар. Яғни мен мысалға айтайық. Мысалға, мен Мейрамбек Беспаевтың өлең әндерін тыңдаймын делік, Мен Мейрамбек Беспаевтың әндерін тыңдаймын, және де мен оны, яғни білем, жақсы көрем деген сияқты, әндерін. Енді мен өзімнің мен қарайтын видеода Мейрамбектің әні қосылып тұрса, сосын Мейрамбек жайлы бір-екі ауыз айтылып кетсе, сол кезде онда менде өз қызығушылық пайда болады. Дәл сол сияқты. Сіздер өздеріңіздің каналдарыңызда, егер өздеріңізді түсіретін болсаңыздар, мысалға, сіздің аудиторияңыз киінетіндей бір киім, мысалға, бір брендтер болады өздерінің, немесе барахолкадан болса да, әйтеуір бір соның қызығушылығындағы киімдер, өйткені аудитория әртүрлі, жас балдар бар, ересек адамдар бар, және де толық жетілген үлкен кісілер бар деген сияқты. Соған сәйкес, соның киімінде кисе, соның стилінде киінсе, онда оның аудиториясы уже жаймендеп сұрыпталып жатыр деген сөз. Енді ол не үшін? Өйткені адам өзін видеодан көргенде ол жақсы қабылдайды. Яғни егер мен видеодан өзім сияқты киінген, өзім сияқты сөйлейтін, өзім жүрген жерлерде жүрген адамды көретін болсам, онда менің қызығушылығым одан да арта бастайды, еселеп арта бастайды. Яғни бұл біріншіден қызығушылықты арттырады. Сол сияқты сіз өзіңіздің аудиторияңызды сұрыптайсыз. Яғни соған сәйкес контент түсіресіздер. Оның ішінде түсірген кездегі
жеке өзіңіздің киіну стиліңіз, сөйлеу стиліңіз тіпті. Өйткені бір көшенің балдары қарайтын бар, оқитын жаңағыдай университетте немесе өте үлкен жоғары білімді азаматтар, мәдениетті азаматтар бар. Оларға мысалға көшенің тілінде түсіндіре алмайсың. Ал аналарға оқыған азаматтарға қалай айтсам, шатасып кеттім. Оқыған азаматтарға көшенің тілімен түсіндіре алмайсың, ал көшенің балдарына жаңағыдай ғылыми терминдермен түсіндіре алмайсың. Сол сияқты әркімнің өзінің аудиториясы бар. Соған сәйкес каналдың жүргізушісі қалай өзін ұстайды, қалай өзін жүргізеді, соған сәйкес каналға да сондай адам жазылады. Енді менің аудиториямда көбіне YouTube'ға қатысты тақырыптар айтылатын болса, менде уже жас жігіттер мен қыздар. Өйткені жас жігіттер мен қыздар олар жаңадан влог бастап жатыр, немесе қызығушылығы артып соған келіп менің каналыма тіркелгендер, және де жаңа бір нәрсені күтіп жүрген жас жігіттер мен қыздар. Енді олардың сұрақтары да тағы да басқа, көзқарастары да басқаша. Өйткені менде басқа да тақырыптағы видеолар шығады. Өйткені таргетинг дейді, маркетинг дейді, бизнеске қатысты бірнеше видеолар шығады алдағы уақытта. Уже менде екі түрлі аудитория пайда болғалы жатыр. Бұл негізі дұрыс емес, бірақ та мен екеуін сәйкестендіріп бір жерге жинап жатырмын десе де болады. Өйткені қазіргі жас жігіттер мен қыздар олар есейеді, олар өседі, олардың көзқарастары да өседі, және де менің айтып жатқан бизнеске қатысты, маркетингке қатысты құралдарымды олар өздеріне қолданады. Яғни YouTube-қа қолданады. Сол кезде барлығы бір-бірімен байланысқан бір құрылымдағы үлкен бір жақсы аудитория пайда болады деп сенемін. Өйткені алдағы уақытта менің видеоларымда қазіргі контент план құрастырылып жатыр. Бизнеске қатысты бизнестің қыр-сырлары, яғни маркетинг оның ішінде. Таза маркетингке қатысты видеолар шығатын болады. Күтіңіздер. Ал әзірге осындай аудиторияны таңдау жайлы видео түсіріп салып жатырмын. Егер де өзіңізге пайдаға асса, яғни сіз осы құралдарды қолдансаңыз, яғни өзіңіздің аудиторияңыздың бірінші портретін жасап алыңыз, екінші соған сәйкес видеода әрекет жасаңыз. Өйткені мүмкін сіздің каналыңыздың дамымауы да, немесе басқаша аудиториялардың түсуі де соған байланысты болуы әбден мүмкін. Ендеше сіздерге алдағы уақытта тек жаңағыдай тестілеуді ұсынам. Тестілеген кезде дұрыстап тестілеңіз, әр түрлі видео түсіріңіз, және де әр видео бір-біріне ұқсамайтындай болуы мүмкін. Немесе белгілі бір ең көп просмотр жинаған видеоларыңызды қараңыздар, бір 3-4-еуі, 5-еуі тіпті. Егер барлығы бір жанрда болатын болса, немесе сол видеоларды сараптай келіп, жаңағыдай бір өзіңіздің бір аудиторияңыздың портретін қалыптастырсаңыз, сол бағытта видео түсіріп жалғастыра беріңіз. Өйткені көп блогерлардың біреуміз білеміз, біреуміз білмейтін шығармыз, немесе айтайын, көп блогерлар видеода басқаша образ ұстанады, ал өмірде басқаша образ ұстанады. Ол образдың барлығы сіздің, яғни біздің каналдың аудиториясына байланысты. Подписчиктер мен просмотрларды жасап жатқан адамдарға байланысты. Ендеше каналға жазылып қойыңыздар, келесі видео шығады, алдағы уақытта күтіңіздер. Келесі кездескенше.